Саламатсыздар ма достар? Менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен заңгермін. Бүгінгі біздің видеомыздың темасы осы 42.500 теңгені алып, содан кейін барып оны қайтадан мемлекетке өткізіп, осы жауапкершіліктен қорқып, енді соны қайтып алатын негізі адамдарға арналған. Осы видеоның негіз тақырыбына өтпестен бұрын менің осы Instagram, YouTube каналдарыма подписка жасай салыңыздар. Осы видеоның астында ссылкаларын қалдырып кетем. Сұрақтарыңыз болса, негізі сол жақта тағы да жазасыздар. Барлықтарыңызға жауап беретін боламын. Ал енді біздің осы 42.500 пособияларына келетін болса, қалай қайтадан қайтару туралы. Оның қайтару жолы негізі екі почта бар. Осы 42.500 пособиясына жауап беретін организациялардың ол 42.500 @еңбек.kz немесе 42.500 @gfss.kz. Осы екі почтаға негізі өздеріңіздің email, Gmail, өзіңіз білесіз өздеріңіздің қандай почтаңыз бар, сол почтаға кіріп, осы екі мемлекеттің почтасына жазып, өздеріңіздің 42.500 теңгені қайтарып жіберген туралы негізі скриндарыңыз, оның барлығы негізі түсіріп, осы почтаға қосып тіркеп жіберсеңіздер, астында қысқаша жазып кетіңіздер, мен осындай өзіңіздің иніңізді барлығын жазып, мен 42.500 теңгені қайтарып берген болатынмын, бірақ мен сол 42.500 маған тиесілі заңды түрде деп жазып жіберсеңіздер, негізі мен сіздерге точно айта алмаймын, 1 күн, 2 күн, 3 күн, 10 күнге дейін баруы мүмкін осы күндерге, бірақ сіздерге осы 42.500 теңгелеріңізді қайтарып береді. Соған байланысты өздеріңіздің 42.500 пособияларыңызды осы жолдармен қайтарсаңыздар болады. Назар аударғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.